Жаңа саат KG тартулайт. Устаз Абдишкураджи Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, негизги ушул темага токтолоюн дедим. Алымдардын бирөөсү бул болгон окуя мындай дейт. Бул аңгеменин ээси, аңгеменин автору, каарманы үйлөнгөнүмө 21 жыл болду. 20 жыл биринчи жылга өттүк, 20 жылдыкты бир элестетип, өмүр жолдошум менен бир ресторанда, кафеде жырга отуруп келсем дедим. Ага бир шакек жакшы белек берсем дедим. Өмүр жолдошум, бул дем алышта сени бир ресторанга чакырсам эмне дейсиң дедим дейт. Сени менен бир убакыт өткүзгүм келет. Бирок өмүр жолдошум, мен эмес башка аял менен барсаң дагы жакшыраак болот деди. Эмне дейсиң? Башка аял? Мен билем, сен менен башканы жакшыраак көрөсүң. Бир аял бар, сен аны көбүрөөк сүйөсүң, ал да сени сүйөт. Таң калдым, ким жөнүндө сөз болуп жатат. Сен ошол аялды акыркы жолу качан чакырганыңды мен билбеймин деди. Мен ордума төрөп өстүргөн, ак сүтүн берген энеңди бир алып барып ошо ресторанда бирге отурсаң, менсиз өзүңөр бир кеңешип сүйлөшүп отургула деди дейт. Апама телефон чалдым. Апа, уруксат берсең, келерки дем алыш сени менен бир убакыт өткүзгүм келет. Сен каалаган бир кафеде, ресторанда бирге отурсак, сени менен сүйлөшө турган сөздөрүм бар. Атамдын өткөнүгө 19 жыл болуптур. Энемди эч ким кафеге чакыра элек экен. Энемдин биринчи суроо: балам, бирдеме болду? Тынчсыңбы? Дегил амансыңбы? Ой апа, аманмын, тынчмын. Аялыңа бирдеме болду? Жок. Балдарыңа бирдеме болду? Сен мындай чакырбайт элең, телефон чалбайт элең. Эмне жөнүндө сүйлөшөбүз? Дегил амансыңарбы? Апа, ойлонбо, тынчмын, аманмын. Сени менен жеке бир отургум келди. 3 балам бар, жумушум бар, бизнесим бар, алек болуп, энемди унутуп койгон экенмин дейт. Дем алыш күнү келди. Телефон чалып келсем, апам эшиктин алдында коз татынакай кийинип, көчөдө мени күтүп туруптур. Апама жакшы карасам, атам өтөр жыл алып берген көйнөгүн кийип алыптыр. Ал көйнөктү атам өтөр жыл алып берген эле, ошол кийими менен турат. Дагы эле сарсана. Балам, эмне болду? Отуруп апа, эчтеси эмес. Экөөбүз отуруп, мен жакшымын, эч ойлонбо. Жөнөкөй бир кафеге бардык. Ал өтө кооз, өтө чоң эмес, бирок апама жаккан, илгери өз жашыгында атам менен отурган кафе эле. Кафеге барган кезде тамактандаш үчүн кызмат кылган кыздар бизге паракчаларды берди. Тамакты карап жатам, апам үчүн тандайын деп, апамды карасам, кыйналып, көзү жетпей жатат, сездим. Ачкысыз көрө албайт экен. Апа, мага бер, сен үчүн мен тандайын дедим да, тамактардын атын окуп жатып, апама карасам, жылмайып, көзүнөн жаш агып жатыптыр. Апа, эмне болду десем, балам, билесиңби? Кичинеңди, тамакты мен сага тандайт элем. Мен окуп берет элем. Бүгүн сен мага окуп жатасың го, балам. Апа, карызды төлөй турган убакыт келди. Көптөн бери төлөбөппүн. Айвандык кылыппын, акылсыздык кылыппын. Шашпа, мен сага тандайын дедим. Балам, сен телефонда айткандан бери кошуналар калган жок. Жакын досторум, курбуларым калган жок. Баарына телефон чалып айттым. Балам, мени кафеге чакырып атат деп кабар бердим. Алар мага келгенден кийин айтасың эмне болгонун деп, алар чыдамсыздык менен мени күтүп жатат деди дейт. Апам менен отуруп, ал ашканада көпкө чейин сүйлөштүк. Тамак жедик. Өткөн жаштык, атам бар кезини, ошол жерде көптөгөн сөздөр сүйлөштүк. Кеч анча убакыт өтүп кетиптир, сезбеппиз. Акырында ашканадан чыгып, апам экөөбүз үйдү көздөй жол алдык. Машинеге түшөрдө апамдын колунан өп, чекесинен өп, машинеден эми түшүрсөм, балам, уруксат берсең, дагы бир жолу ушу жерге келсек. Апажан, келемин, сенин мындай кубанычың турса, эмне үчүн келбейт элем? Мен даярмын дедим дейт. Апам айтты дейт. Балам, бирок бир шартым бар. Эмне шартың? Келерки сапар менин эсебимден. Мен пенсиямды жыйнап турайын,
келеркесінде мен тамақ алып берем деді дейді. Опа, разымын. Келеркесінде сіз төлең, дағы келелі екеуіз отырып, ұшындай барлашалы. Өткен күндерді сөйлешелі деп. Көп күндер өтпестен апам қатты ауырып қалды. Жүрегіден қармады. Айлар күндер ұшында тез өтті. Апам екеуіз уадалашқан күн жетпестен апам қаза болып қалды. Апамдық ақырғы сапарына ұзаттық, дуа қылдық. Бірақ таңқалышысы бір қанша күннен кейін ашқанадан маға конверттен бір шақыру келді. Сілерге палан столды екі адамға орын даярдалған келіп, қонақ болып кеткіле деп. Баяғы ашқанаға барсам, апам менен отырған, баяғы столуыз. Барған кезде қызматкер қыз ошол жерде қолыма қатты берді. Алып оқысам, балам, келерге көзім жетпейділі. Пенсияны алған кезде ақшасын төлеп қойдым. Емі кел, өмір жолдашың менен отырып, бір жақшы көңіл ашып кеткен деп жазыптыр дейді. Урматты мұсылман бір туған, сүйүү күні деп, кімдерге емне арнабадың? Өзіңе сұрау берші. Ақырқы жолу алтын апаңды, ақ сүтін берген енеңді, ұшындай бір жерге чақырып сыйладың бы? Башқаларға қошамат қылып ешігін açып бересің. Үстөлін жылдыры бересің. Урматты мұсылман бір туған, қатта ұшындай жазылып тұрады. Лән тұқаддир, мә мағана тилкен лейлі биннисбат ли. Балам, баяғы кеченің мен үшін қандай балы олығын сен білбейтілік. Балам, мен үшін ең бақтылы кече болды. Білбейсің, ешкім білбейт. Келечекті де білбейт. Ата-ененің қадыр барқын, бірақ урматты мұсылман бір туған, ата-енені жоғатқандар білет. Бірақ бүгін ата-енең тірі болса, қызматын қыл. Ертең аттың ай дейсің. Бірақ аттың пайда бербейт. Жаратқан Аллах Тағаладан жалбарып сұранарым, тірілердігі Аллах Тағала ата-енеңізге ұзын өмір берсін. Жүректеріне бекем иман берсін. Өткендерін өз рахматын алып, мүрзелерін нұрду, жатқан жеріні бейіштің бақшыларды алсыңызсын. Қияматта пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам менен Жаннатул Фирдауста ата-ене өзіменен бірге болу насип етсін. Ақырында қатты апасы мындай жауап: "Я валади, о балам, мен сені сүйемін. О балам, мен сені өте бекем сүйемін." Ошол қатты оқыған кезде сүюдің манисін түшіндім. Сүю эмне екенін ошондо түшіндім дейді. Ата-енеңден баалуураак, ата-енеңден кымбатыраак бул дүйнөдө эч нерсе жок. Эң негизгиси, урматтуу мусулман бир туган, энең. Бирок мен силерге айтам деген темамды дагы акылына чыкпай калдым. Эне жөнүндө, ата жөнүндө сүйлөсөк эч качан түгөбөгөн бул. Аллах Тааланын бейишине ачылган бул эшик булар. Валидак жаннатук, ата-энең сенин бейишиң, ин ардайтахума, эгер аларды разыксаң, ата-энең сенин дозогуң, эгер аларды кайгыртып капаксаң. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абрар. Аллахумма атиq riqabana ва riqab abaina ва ummahatina минан нар. Аллахым биздин денебизди, ата-энелердин денелерин дозоктон куткаргын я раббал аламин. Ушул минбарда сиздерге чыгып, ваз кылып кайрылууга минбарды жасап берген бир туугандарыбыздын энелерин, аталарында Жаннатул Фирдауста бейиште нурдан болгон минбарларды Аллах насип этсин. Бирахметке я архамар рахим.